Қазақ халқының біртуар дара тұлғасы Абай Құнанбайұлының ұрпаққа қалдырған мұрасы болашақ игілігіне жарқын жол көрсеткен шамшырақ. Ақынның қара сөздерін оқып, көңілге түйген оқырмандарымызға құлақ түрейік. Елемес Медет Бекболатұлы, Өмір 45-ші бейімдеген орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы, Абай Құнанбаевтың 6-ші қара сөзі. Қазақ құлшылығын Құдайға лайықты болса екен деп қан жемейді, тек жұрт қылғанын қылып жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы, біттім деп алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазамын ба дейтұғымды болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп, әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?